Там қалайсыңдар? Бүгінгі видеода One Piece анимесін қысқаша айтатын боламыз. Арнамызға жазылып қоңырауша түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ендешіне қарап отырмыз. Кеттік. Өткен бөлімде Биг Мам Мугивараларға қарсы шайқасын бастаған болатын. Дәл сол шайқастардан кейін Джинбей Биг Мамға қарсы атака жасайды. Нами Зевстан қалай құтылу жолын іздейді. Содан соң ол оны Брукпен шатастырады. Зевс алданып қалды. Брук пен Биг Мамның шайқасы қайтадан реванш болатын секілді. Можешь показать свои трусики? Что? Биг Мам Брукқа атака жасаймын деп оған айтады. Содан соң Брук та мен сенен қорықпаймын деп 3 тонналық па Биг Мамға атакасын бастайды. Разрядись, и тебе полегчает. Зевсқа қысым болғаннан кейін екеуіне де найзағай түседі. Ал мына жақта Катакури мен Луфидің әлі де шайқасы бітпепті. Катакури Луфиға пистолеттермен оқ атады, және де Луфи ұшып кетеді де Катакуриға қайтадан оралғаннан кейін ол оны тебеді. Не деген мый десеңші. Чайпедиядан кейін Стуси бір сандық жайлы ойлап жатқан еді. Ол сандық не десеңіздер, әлбетте Биг Мамның жақсы көретін сандығы. Оны қалайда алуымыз керек. Бірінші, үшінші гермен, екіншісінен воля арқылы блок қойып оған атака жасаймын дейді. Іске аспады. Мына жақта Катакуридің отбасындағы адамдар Мугивараларда атып оны өлтіреміз деп жоспарлап жатқан еді. Бірақ та ол өте жылдам. Буду его любимой сестрой. Чарлотте Фламбе, Биг Мамның 33-ші қызы. Фламбе үшін ағасы Катакуридің іс-қимылдары Фламбенің тактикасына идеальный келген еді. Мына Луфи надоел болды. Бұны қазір толықтай жеңемін деп Катакури өзіне айтады. Сен оң жақпен ұрсаң, мен сол жақпен ұрамын. Сен сол жақпен ұрсаң, мен оң жақпен ұрамын деп оған айтады. Атака имеет намерение и свое. Нами, Брук, Чоппер үшеуі Луфисіз Биг Мамның ұтылғанына таң қалады. Брук Зевсті блоктап тастаған екен. Содан соң Нами өзінің қолына алып алады да, сен менің құлым боласың ба? Не болмаса, менің айтқаныммен жүресің бе деп оны қорқытады. Мугиваралар Биг Мамды жеңдік деп кетіп қалды. Луфи мен Рейлидің өмірін тағы да көрсетеді. Луфи жаттығу басталмай жатып 20-дан астам соқ қалып тастаған ғой. Да не размахивай ты вслепую, Луфи! Луфи жаймен деп Рейлидің баяғы айтқан сөздерін есіне түсіреді. Катакуриге қарсы тағы да соққыға дайын болады. Катакури тағы да бір жері ашып кетеді де үшкір таяғымен қамырын алып оның тас талқанын шығармақшы болады. Содан соң Мугиваралықтар кетсе кете берсін, олар бәрібірде Какаода жеңіледі. Ол жақта көптеген адамдар мен Биг Мамның әскерлері бар деп айтады. Мугиваралықтардың жартысы тортты әдемілеп, кремдеп, безендіріп, содан соң дәмін көріп талып жатқан еді. Пудинг ұялғаннан Санджиға саған рахмет деп айтады. Сенде жігітім барына қуанамын. Содан соң соғыс біткеннен кейін сөйлесеміз дейді. Форма монстра! Чоппер Биг Мамның келе жатқанын көреді де өзінің фруктысын қосып Биг Мамға қарсы тұрады. Чоппер өте әлсіз, ал Биг Мам болса өте мықты және де опытный болғаннан кейін оған қарсы смело тұрады. Мугиваралықтар осыншалықты әлсіз бе дейді. Вы, ребята, а теперь верните мне торт! Намидің осылай тұрғанын торттың жарығы арқылы Санджи көріп қояды. Нами-сан! Я здесь, чтобы... Министр болса Мугиваралықтар жақта бір кемені көріп қояды. Содан соң ол жақта обязательно торт бар екендігін сезеді. Не істерін білмей басы қатады. Санджи болса жаймендеп Мугиваралардың қайығына қарай аман есен жетеді. Санджи! Я тоже тебя люблю, Нами-сан! Бір-бірінің жағдайын сұрасып тұрған еді. Сені Биг Мам қалай жіберді десе, ол ұзақ әңгіме дейді. Содан соң Санджи Педро мен Марковканың жағдайын сұрайды. Ол туралы кейін айтамыз дейді. Луфидің берілетін түрі жоқ. Осы кезде Катакури өзінің жасырын ударын қосып Луфиді жеңемін дейді. Екеуі әрең дегенде бір-бірін жеңе алмай шайқасып жатқан кезде аяғына біреу снаряд атады. Содан соң Луфи жаны шыққанша айқайлайды. Луфидің айқайлағаны оған ұнайды. Министр Бекке звондап, Биг Мамды жеңе алдыңдар ма, не болмаса жеңе алмадыңдар ма деп айтады.
Онда сенің шаруаң болмасын деп бетін қайтарып жібереді. Мугиваралықтарды жалғыз оларда емес бізде жеңе аламыз ғой деп Смузиға айтады. И говори так. Бағалдегі кішкентай қыз Катакуриге қарай жүгіріп келеді. Содан соң Катакури оны қатты жақсы көретіндігін айтады. Катакури болса Луфидің әр шайқас кезінде әлсірегеніне жыны келіп кетеді де оған айқайлайды. Почему ты расслабился? Енді Луфи өз-өзіне келгенше оны күте тұрады. Бектер мен мугиваралықтар болса мына Бигмам дейтін бәледен қалай құтыламыз деп ақылдасып жатады. Содан соң Бигмам жақтағы адамдар, мугиваралар олар әлсіз адамдар емес. Біз тез арада барлық әйнектердің көзін жойып, тек қана бір әйнекті ғана қалдыруымыз керек дейді. Егер де келіп қалатын болса, су шашамыз, себебі олар фруктовик дейді. Луфи шаршағаны сонша аяқтары 10 есе әлсіреп кеткен еді. Обезьяна, которая не знает, когда сдаваться. Умри уже. Луфи өлейін деп тұрса, Фламбенің атқаны оған тиген де жоқ, воля арқылы барлығын да сезіп жасап тұр. Фламбе оны ақмақ маймыл деп келеке етеді. Катакури Луфи мен бойға екеуі шайқасып жатқан кезде кім кедергі келтіргендігін тапты. Ол Фламбе. Братик! Что здесь смешного? Катакури Фламбенің кедергі келтіргендігін біліп үшкірт аяғын өзіне қарай тығып алады. Нағыз еркек, осындай болу керек қой. Когда мужчины сражаются, не смей вмешиваться! Отойди! Фламбе қорыққаннан қасындағы адамдарға қарай қашып кетеді. Содан соң ол оны мазақтайды. Жалкое ничтожество! Фламбе ашуланғаннан ол оны осындайға теңейді. Катакури өзінің бала күнін есіне алады. Одан урод болғаннан кейін барлығы да қашып кеткен еді. Катакури өзін жек көріп кеткен еді. Фламбенің үлкен ағасы болуына лайық емеспін деп өзін есептеді. Я уничтожу вас обоих, поразив иглами! Фламбе мен Катакури екеуі де бір-бірімен королевский воля арқылы шайқасады. Біреуі есін жоғалтып алды. Бигмам тортқа жеттім ау деп ойлап тұрған еді. Мына жақта Бек пен өзінің отбасындағы адамдар күліп тұр, себебі өздерінің жеңіске жететіндігін сезеді. Содан соң Смузи кереметтей атака жасайды. Катакури Луфидан кешірім сұрайды. Бойға біреудің кедергі келтіргендігін айтып түсіндіреді. Содан соң екеуі де еркекше бойды жалғастырады. Осыдан кейін екеуі де бір-бірлеріне қатты ауыр соққылармен атака жасайды. Луфи Рейлимен жаттығып 70-тен астам соққылар алып жатқан еді. Луфи әртүрлі аңдармен бойға шығып өзін жаттықтырып мықты болуына себепкер болды. Содан соң алдынан дәу арыстанды көріп қояды да оны смела жеңіп тастайды. Бұған риза Рейли. Луфи мен Рейли ұзақ жаттығады. Жаттыққандары сонша айлап күндеп, содан нәтижелері шыға бастайды. Рейли Луфиға айтады: болашақты көре алатын адаммен жекпе-жекке шығатын болсаң, не айтасың дейді. Зависит от того, какой он человек. Что? Тебя интересует личность? Рейли осыдан кейін Луфиға: сенің болашақтағы өмірің қиын болады, көбірек жаттығуың керексің дейді. Катакури конфетный генералдың басшысы болса да шаршамай Луфимен сонда да төбелеске шығамын дейді. Я хочу продолжать драку. Я тоже. Екеуі осылай сөйлесіп тұрған кезде Луфи 4-ші герін қосады. Катакури таң қалады. Катакуридан алдын Луфи Рейлимен жаттыққан кезінде 4-ші герін ашқан еді. 4-ші гері ауада жақсы қимылдағанмен өте баяу қозғалады екен. Рейли смел алып тастады. Осылайша жаңа шайқас Катакури мен Луфидікі басталды. Человек-змея! Катакуриға 4-ші гермен атака жасайды, және де ол болашақты көретіндігі есіне түсіп кетеді. Содан соң оған қалай шабуыл жасау керектігін біледі. Шипастый Моти! Катакури Луфиді ары-бері шайқап, оны әлсіретеді. Катакури Луфидің тас алқанын шығарғаннан кейін Санджи мен Пудинг Катакури мен Луфи шайқасып жатқан жаққа қарай баруды шешеді. Мугивара!
Луфи қанша мықты болса да Катакуриді жеңе алмай жатқанына ашуланады. Содан соң оған көптеген соққылармен атака жасайды. Катакури болса кішкентай бала екендігін түсінеді. Рейли қасындағы тұрған әйелге Луфиға сенетіндігін айтады. Стань лучше, Луфи. Біреулер болса қашып кетеді, себебі Катакурисіз еш нәрсеге де шамасы жетпейтіндігін түсінеді. Біреулер осы айналардың барлығын жасаған, ал Луфи Катакуримен әлі де шайқасу үстінде. Осы айнаны олар жеңе алады мекен, алдағы уақытта көретін боламыз. Санджи мен Пудинг жалғыз қалған кезде өздерінің бәліш жасаған кездерін естеріне алады. Санджи болса, Луфилар келгеннен кейін екеуміз тағы да қосылып бақытты боламыз деп Пудинг айтады. Заткнись! Нет, только не снова. Пудинг тағы да ашуға салынып Санджиға айқайлайды, содан соң жылайды. Луфи әйтеуір дегенде Катакуриді жеңеді, бірақ та мугиваралықтар Джинбей, Санджи, Нами, олардың барлығы да мугивара Луфи Катакуридан ұтылған шығар деп қатты уайымға салынады. Луфи әйтеуір дегенде Катакури деген бәлені жеңді мау деп отқан кезде бұл да нервқа тиіп орнынан тұрып кетеді. Королем пиратов! Осы сөзінен кейін Катакури қайтадан жерге құлайды да Луфи өзінің шляпасын бетіне жауып кетеді де өзіне қайттан алып алады. Уақыттың бітуіне бар болғаны 5 минут қалды, ал Луфидің шығатын түрі жоқ. Мугиваралықтар қатты уайымдау үстінде. Біреулер Луфиға: «Ей Луфи, сендер жеңілдіңдер, командаларыңмен қоса көттерің ауыр екен» деп айтады. Вперед! Барлығы да мугивара Луфиді күтіп тұр. Барлығы да ойлау үстінде. Енді король пират болашақта мугивара Луфи бола алмайтын болса, кім болады деп уайымдау үстінде. Министр болса өзінің қарындасы тұтқында отқандығына қатты ашуланады. Удар! Мугивара Луфи болса қатты әлсіреп қалған. Мугивара Луфи шығып үлгергеннен кейін Санджи оны ұстап үлгереді. Содан соң оларға ақ арыстан шабуыл жасайды. Мынау ақ арыстан да бір қайтпайтын бәле екен. Барлығы да жан-жақтан шабуыл жасап көргеннен кейін Санджи да өзінің бағын сынап көрген еді, бірақ бір ударынан ақ ұшып кетеді. Ақ арыстанның да күші ұзаққа бармайды. Мугиваралықтар әлбетте оған қарап тұрмай шабуыл жасайды. Ол арғы өмірге аттанып кетеді. Неуважительною! Барлығы да шайқасып жатқаннан кейін барлығы жек көретін 26-6 келеді. Олар да осы шайқасқа араласқан себебі Санджи дейтін бауыры үшін және Мугивара Луфи король пиратов оған да көмектесуге келді. 26-6-лар, яғни Санджидің ағалары, Санджидің ұтылғанына шыдай алмай барлығының да көтін айырып тастайды. Біреулер жылайды: «Біздің Катакури дейтін бауырымыз қалай ғана ұтылды». Проиграл Мугиваре Луфи! Министр болса 26-6-ларға шабуыл жасайды. Олар да қарап тұрмайды. Санджидің бауыры қызыл киімдегі министрмен шайқасады, ал жасыл ағасы болса аспандағылармен шайқасады. Осылай барлығы да бір-біріне адамдар алып шайқасқа бөлініп кетеді. Электромагнитное ускорение! 26-6-лар Пирожный островтың тас салқанын шығарады. Рейджу болса менің отбасыма кім тисе аямаймын дейді. Розовый шершень! Барлығы шайқасып жатқан кезде Рейджу Санджиді шығарып салады. Қайтадан шайқасқа оралады. Қызыл-қызылмен шайқасады, бірақ та Ореховый островтағы адамдар жылау үстінде, себебі островтың тас салқанын шығарып тастады. Ойбай, біз бассадан Бигмамды ұмытып кетіппіз. Бірақ та Санджидің папасы тұрып Мугивараға айтады: «Санджиді мынандай қоқыс аралдан алып кет». Его кожа не служит щитом, не чувствует гордости королевской крови. Санджидің папасының сөздері Мугивара Луфиға ұнамайды. Себебі өткенде ғана ойбай кәні Санджиді алып кетпей ақ қой, андай-мынандай деп айтып атқан едің ғой деген кезде Джинбей күліп жібереді. Барлығы да бұл аралдан кетпекші болған кезде мына жақта да бір бастық бар екен. Мы пришли попрощаться, капитан Джинбей. Бигмамның островы болса тас салқаны шығып жатқанмен шаруасы жоқ. Бұл да дым көрмегендей әйтеуір бір тамақ жесін болды екен деп тортқа бара берді. Егер де торттың дәмі ұнамай қалатын болса, мен сендердің барлықтарыңды өлтіремін дейді.
Бек та басында жаман адам болған еді, бірақ кейін Мугивара Луфиға қосылып жақсы адам болады. Санджи айтады, Биг Мам торттың дәмін көрсе айқайлап жібереді. Биг Мам Санджидің жасаған тортының дәмін көргеннен кейін бақыттан басы айналады. Құдайым-ау, мен бұндай дәмді тортты өмірімде де жек көрмегем. Кім жасаса да молодец. Я думал, что мы будем следующие. Биг Мам торттың дәмін жеуге кіріседі. Биг Мам өздерінің адамдарына қарай оралса, олардың командасы біреулермен қырылысып жатыр екен. Талпаға талпа. Позаботься о Джимби, Мугивара. Әрмен қарай 26 касальчиктермен қарсы шығады. Содан соң Биг Мам жақтан бір адам пайда болады да, ол теңізді қыздырады. Рибалюдейдегі адамдар бұндай ыстыққа шыдай алмай айқайлайды. Ставить. Вкус такой сильный, как кладбище домашних животных. Ағаштар билеп жатыр, себебі Биг Мам бақытты. Әрі қарай бізге Биг Мамның жеген Кракен Бушын көрсетеді. Биг Мамның да ішінде өзінің қайғылы оқиғалары да бар. Как думаешь, я справлюсь? Биг Мамға болса керегі тек қана бақытты өмір сүру. Биг Мам осылай бақытты өмір сүріп жатқан кезде мугиваралықтардың кемелері өртеніп жатыр. Мугивары были уничтожены. Мугиваралардың кемесінің алдына олардың жаулары кедергі келтіреді. Теңіз басшысы мугивараларға көмектеседі және де өзінің жолымен кетіп қалады. Теңіз басшысы ешнәрсеге қарамастан мугивараларға көмектеседі және де өзін өлімге қиды деп айтсақ та болады. Былай қарап тұрсақ негізі өте аянышты. Теңіз басшысына шабуыл жасаған министр Аладдин іште қатты ашуланып министрға шабуыл жасайды. Это мой муж. Джимби өзінің достарына тиісіп жатқаннан кейін Мугивара Луфиға ваннода кездесеміз деп айтады. Не забудь, Джимби. Теперь я твой капитан. Большая мамочка қайтадан мугиваралықтарға шабуыл жасауға аттанады. Әрмен қарай біз Мугивара Луфиларды теңіздегі тұйыққа батырып өлтіреміз деп айтады. Да, вперед, Мугивара! Почему ты поддерживаешь? Себебі Мугивара Луфи мен үшін ең мықты адамдардың бірі. Алдыға қойған мақсаты, жоспарлары өте айқын. Әрмен қарай бізге өлейін деп тұрған Педроны көрсетеді. Санджи екеуінің соңғы кездесулері. Әрмен қарай Марковка Санджиға барып жылап тұрған кезде Мугивара Луфиға барлығымызда тез арада рахметімізді айтайық дейді. Әрмен қарай бізге ашуланған Джимбиді көрсетеді. Олар қарсыластарының кемелерін сындырып тастайды. Содан соң Пудинг пен Санджидің өткенін көрсетеді. Себебі Пудингқа ешқандай адам үш көзін көрген кезде әдемісің деп айтпаған. Спасибо и прощай. Осылайша Пудинг пен Санджи да айырылысып бір-бірін қимай қоштасады. Мына жақта шайқасып жатқан Рейджу әрмен қарай біреуле өзінің тұра алмай жатқан бауырына барып көмектеседі. Содан соң Катакуридің бізге өткен шағын көрсетеді. Егер де кімде-кім Катакуриді мазақтайтын болса, ол алдына шыққан адамдарды өлтіреді. Были те, кого ты побил. Они пришли отомстить Катакури. Почему пострадала именно она? Мне совсем не больно. Брат, ты хорош таким, какой есть. Осыдан кейін Катакури қатты ашуланады да алдындағы тұрған адамдардың барлығын шашып тастайды. Біреуле Катакуриға Мугивара біздің территориямыздан кетіп бара жатыр деп айтады. Ал мугиваралықтар мен Биг Мамның арасындағы соғыс тоқтамаған. Санджи шаршап тұрған мугиваралықтарға тамақ жасап берейін деп айтқан кезде олардың қуанышында шек болмайды. Неважно, враги или союзники. Если хоть кто-то голоден, накорми его. Тогда мы поговорим. Әрмен қарай бізге Шанксты көрсетеді. Ол Мугивара Луфидің наградасы өскендігіне сене алмайды. Және де өткен шақты қайтадан көрсетеді. Барлықтарыңыздың да естеріңізде бар деп ойлаймын. 8 миллиондық наградасы бар пират Шанксқа атылғандығы. Похоже, ты любишь полы протирать, так что наслаждайся. Шанкстың командасы 8 миллион тұратын болғаннан кейін көттерін ашып күледі. Ал бұл нәрсе Луфиға ұнамайды. Әрмен қарай қарақшылар Мугивара Луфиді ұрлап кетеді. Содан кейін Шанкстың командасы келеді де олардың пираттарын қырып тастайды. Бек жалғыз өзі 8 миллион тұратын наградасы бар пираттың командасын жалғыз өзі шашып тастайды. Ал капитаны болса жоқ болып кетеді де Мугивара Луфиді суға тастағаннан кейін Шанкс оны құтқарып қалады.
ал Шанкс қолынан айырылып қалған еді. Шанкс өзінің волясын қосады да теңіз аулаушысын қуып жібереді. Міне батыр. Беру команду такую же крутую, найду самое главное сокровище в мире и стану королем пиратов. Шанкс Луфиға шляпасын береді. Кейін алдағы уақытта, яғни болашақта король пиратов болған кезіңде маған шляпаны қайтарып бересің дейді. Шанкстың әйелі болса, Луфидің бағасы қазір 1,5 миллиард болғандығын көріп таң қалады. Санджидің қолында тұрған 20 сусынын көрген Луфи мен Чоппер бізге де солар секілді костюм әкеп бер деп айтады. Что тут за заварушка? Нами слон! Әрмен қарай Нами өзінің кереметтей күшін көрсетеді. Бұл Биг Мамның болтын алып алған екен. Санджи Намиді болттан қызғанады да оған айтады. Оның жігіті мен деген кезде, бұл мен сенің Намиіңді қайтайын, менің өзімнің қара болтым бар деп айтады. Содан соң Санджидің наградасы 330 миллион болған екен. Әйтеуір фотосын жақсылап шығарған екен Санджидің. Рибалюдейдің басшыларының бірі біз тез арада жиналысқа баруымыз керек деген кезде олардың қасындағы бір адам Мугивара Луфиларшы, олар қазір бағалары өсіп жатыр, оларды да құттықтауымыз керек деп айтады. Мугивара Луфи Биг Мамнан құтылғаннан кейін оның наградасы қатты өседі. Әлем тұрғындарының барлығы да Мугивара Луфи кіп-кішкентай бола тұра қалай ғана Биг Мамнан озды деп таң қалады. Вырежьте 5-й Йонко! Мына жақта болса Акайну нервтан өлейін деп жатыр, ал Мугивара Луфи болса өзінің наградасы аз болғандығына көңіл-күйі түсіп кетеді. Вивидің әкесі болса король руку қолды 4-пен шахмат ойнап жатады. Барлық майда пираттар Вивиға қатты таң қалады, оны қатты жақсы көреді. Осылай тұрған кезде олардың кемелеріне біреу шабуыл жасайды. Таныс болыңыздар, пираттарды аулаушы Коби, кішкентай ғана бала, естеріңізде шығар. Содан соң Виви Кобидің Луфимен таныстығы бар екендігін біледі. Әрмен қарай тағы да флешбектерді көрсетеді. Коби болса мен дозорный боламын деп айтады. Ал Луфидің арманы король пиратов атанамын деп екеуі бір-біріне қарама-қайшы болып қалады. Коби болса ашуланған Альвиданы сабыр сақтауға шақырып жатыр. Содан соң Луфи Альвиданы жеңгеннен кейін Луфи тұрады да мына Коби болашақта дозорный болғысы келеді деп оған кішігірім көмек беріп жібереді. Осы Луфидің арқасында Коби дозорныйлыққа алынып, мен барлық пираттарды аулаймын деген сертінде тұрады. Разрушил производство смайл на главной обложке. Черная барада қатты күледі де, сен Йонко болуға лайық емессің деп айтады. Содан соң Брук Луфидің наградасын есептейді. 1,5 миллиарда Белли! Әрмен қарай Черная бараданың кішігірім пираттары келеді де, қала тұрғындарын қырып, жойып, ішіндегі алтындардың барлығын алмақшы болады. Бірақ та революционный армиядан бір қыз шығып, кедергі келтіреді. Давай, Морли! Әрмен қарай революционный армиядан бір әскер шығып, бұлардың барлығына доғарыңдар деп айтады. На меня пялится! Таныс болыңыздар, революционный армия Бетти сары тиын, сап-сары болса да шәлтіреңдеп мықты, ал мынау қара су. Бұл революционный армияның негізін салушы кім десеңіздер, Мугивара Луфидің әкесі Драгон. Драгонның оң қолы болса өткендегі Сабо. Әрмен қарай революционный армиялықтар Акам деген островта бас қосады. Қала тұрғындары болса революционный армияға ғашық. Бетти қаладағы керек емес туды алып тастайды да қала тұрғындарын бейбітшілікке шақырады. Не знаю почему, но я вдохновлен. Давайте выгоним пиратов отсюда. Драгонның адамдары қаланың ішіндегі керек емес пираттардың барлығын қуып жібереді. Егерде берілетін болсаңдар, сендерге 10 миллион белли береміз деп айтады. Қала тұрғындары көп ойланбастан революционный армияның шешіміне қосылады. Қала тұрғындары әлбетте бақытты ғой, бірақ мен өз ойымды айтатын болсам, бұл революционный армияның да ішінде бір сатқын пайда болатын секілді.